Бір отбасының үйі, бір әулеттің қуанышы, бір сәтте күлге айналды. Түркістан облысы, Жетісай қаласы. 12 адамның өмірін жалмаған сұмдық өрт, оның 9-ы бала. Бүгін біз тек бір оқиға жайлы емес, біз бір әулеттің үні, бір халықтың жан айқайы туралы айтамыз. 2025 жылдың қараша айы, Алғабас ауылы. Тыныш таң. Тек тұрғындардың әдеттегідей оянатын уақыты. Сағат шамамен таңғы 5 шамасы. Кенет ауыл ішін өрт шықты деген айқай жарып жіберді. От бірден үйдің шатырынан лап етіп, санаулы минутта бүкіл үйді жалын шарпыды. Үйдің жалпы ауданы 360 шаршы метр, 2 қабатты, кең, үлкен отбасыға арналған үй. Бұл отбасында сол түні қонақтар болған. Олар бір күн бұрын ағасының тойына барып, сол үйге түнеуге келген екен. Балалар шаршап ұйқыға кеткен, ересектер де бөлмелеріне жайғасқан. Жалын кенеттен басталғанда үй іші түтінге толды. Әсіресе 2-ші қабаттағы балалар тұрған бөлмелерден шығу мүмкін болмаған. Өрт сөндірушілер бар күшін салды. 3 адамды ес-түссіз алып шықты, бірақ 12 адамды аман алып қалу мүмкін болмады. Қаза тапқандардың 9-ы бала. Бір отбасының болашағы, ертеңі, арманы бірге жанып кеткендей. Алғабас ауылы бұл оқиғаны естігенде таңырқап қалды. 2 сағаттың ішінде бүкіл ауыл қара жамылды. Көршілердің айтуынша үйдің ішінде адамдар көп болған, ал жалын өте тез тараған. Балалардың дауысы, көмекке шақырған айқай, оны ешкім ұмытпайды. Өрт ондайды кешірмейді, таңдамайды, күттірмейді. Қазір бұл оқиға бойынша арнайы тергеу басталды. Өрттің нақты неден шыққаны анықталуда. Алдын ала мәліметтер бойынша электр сымдарының тұйықталуы болуы мүмкін, немесе пеш жағудан кеткен ақаулар қарастырылып жатыр. Бұл жай ғана оқиға емес. Бұл мемлекет үшін де, қоғам үшін де ауыр сабақ. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев туыстарына көңіл айтып, барлық жауапты органдарға бұл оқиғаны жіті тексеруді тапсырды. Қаза тапқандардың жанұясына мемлекет тарапынан көмек көрсетілмек. Ағайын, бұл оқиға бізге не үйретті? Өрт 1 минутта басталады, ал оны тоқтатуға кейде бүкіл ауылдың күші жетпейді. Көп отбасында түнде пеш қосулы тұрады. Розеткаға бірден бірнеше қуаттағыш жалғанады. Ескі сымдар өзгертусіз жұмыс істеп тұрады. Балалар бөлмесінде жылытқыштар қолданылады. Біз сақ болмасақ, от ешкімді аямайды. Жетісайдағы бұл қайғы бүкіл қазақтың қайғысы. Қаза болғандардың жаны жәннатта болсын. Алла сабыр берсін. Осындай жағдай қайталанбас үшін бәріміз үйімізді тексерейік. Электр сымдары, пеш, жылытқыштар, балалардың бөлмесі, түнгі қауіпсіздікті қадағалайық. Әр адамның өмірі Алланың аманаты. 12 адамның өмірі бір сәтте үзілді. Бұл біздің қоғам үшін өте ауыр сабақ. Қайғыны бөліссең жеңілдейді дейді. Ал қауіпсіздікті бірге бақыласақ, мұндай қасірет қайталанбайды. Алла бұл әулетке жар болсын. Марқұмдардың жандары жәннатта болсын. Әмин.